Енді балалар, бүгінгі сабақта біз бағалау жүргіземіз, соны смарт сағат арқылы, қолдарында бар, қазір беріп қойыңыз, сол смарт сағат арқылы 10 балдық жүйемен белгілеп отырасыздар, тапсырманы орындаған сайын. Енді қазір мына жерге келіп, бүгінгі көңіл-күйлеріңіз жақсы ғой сабаққа деген, Сабаққа деген көңіл-күйлеріңіз өте жақсы десеңдер, қазір мынадай смайликпен келіп, өздерінің топтарында ала қойыңдар, қайтып қойыңдар, келе қойыңдар. Бірінші топ бейбітшілік тобы, екінші топ майдан тобы, үшінші топ жарқын болашақ тобы. Яғни бұл топтың аталымының өзі де бүгінгі сабаққа біздің қатысы бар, Неге бейбітшілік? Біз ауызша ассоциация жасап көрейікші, бейбітшілік деген не ол? Дұрыс айтады, бейбітшілік, тыныш өмір, жақсы. Майдан. Дұрыс айтады, жақсы. Неге жарқын болашақ топтың аты? Жарқын өмір сүруде және де жарқын болашақ. Жарқын болашақ, міне осы тұрған сіздерден біз үлкен болжамыз, болашақтан еркіндігі, болашақтан туыстар, осы сендерсіңдер. Сондықтан болашағымыз жарқын болсын деп, сендер білімдеріңді, тәрбиелеріңді осы мектептен ұстаздардың алдынан аласыңдар, Олай болса, білімді, тәртіпті балалар болады деп менің сенімді ақтайсыңдар деп ойлаймын, Жақсы балалар. Олай болса, енді қаншама қазақ жауынгерлері елге қайта оралмай, бүгінгі бейбіт заманда аңсаумен кетті. Біз олардың ерлігін ешқашан ұмытпауымыз керек, балам. Жақсы балалар. Не білдің? Не қандай ой түйдік ал? Айтайшы осы бейнекенімді, қандай ой түйдіңді? Кім айтады? Айша. Бұл видеодан біздің ата-бабаларымыз біздің жерімізді қорғап салу үшін қаланша соғысқанын көрдік. Осы бейнежазбада осы соғыс ардагері өзінің досынан айырылып қалса да, жараланса да, соңында да соғыса берді. Жақсы. Бұл қандай соғыс еді? Қандай соғыс болған? 1945 жылға созылған ұлы отан соғысы. Дұрыс айтасыз, өте тамаша. Жақсы. Тағы не айтамыз? Не ой түйді? Қандай ой түйді? Бұл жақта ер есімде демекші, жаңағы соғыста біздің бейбіт өміріміз үшін өздерінің жанын пида еткен ер есімдері осы от секілді ешқашан есімдері ұмытылмайды. Дұрыс айтасың, тамаша. Біздің батыр ата-апаларымыз ел үшін, жер үшін, ұлы жеңіс үшін қалай соғысқан? Айталышы. Осы біздің батыр ата-апаларымыз, осы біздің ұрпағымыз, болашақ ұрпағымызды ойлап, біз сияқты құл болып өмір сүрсін, бейбітшілікте өмір сүрсін деп қас қары қалған жоқ. Тамаша. Тылдағы қариялар, әйелдер мен балалар қалай еңбек? Біз әдебиеттен де өтіп жатырмыз, Кім айтады? Барлығы не айтасың? Тылдағы қариялар, әйелдер мен балалар қалай еңбек етті дейтін болсақ, біз осы Қасым Қайсеновті Жаутаңдағы балалар повестінен алынған үзінді бойынша сол жердегі қариялар, әйелдер, балалар барлығы осы әйелдер немістерге тамақ жасап, солардың кірін жуып, ал балалар болса осы соғыс кезіндегі олар құл секілді жұмыс істеді, және де сол кезде балалар партизандар қатысып, өздерінің сондай топтарын құрып, осы тек немістерге ғана жұмыс жасамай, өздерінің елдері үшін немістердің айтқандарын барлығын үлкендерге жеткізіп, өздерінің елі үшін де еңбектерін істеді. Жақсы балалар. Олай болса, бүгінгі жаңа көрген видеофильміміздің бүгінгі сабақ қатысы бар деп ойлайсыздар ма? Олай болса, бүгінгі сабағымыз отан үшін от кешкендер жаңа бөлім, ұлы жеңіс күні, ұлы ерлікке тағзым деп аталады. Дәптерлеріне жазып қоя қойыңдар бүгінгі бөлімді. Сөздердің қызметін түсіну, ажырата білу. Қараңдаршы, мына жерде 3 смайлик тұр. Бірінші смайлик бұл арман деп не істеп тұр? Шақырып тұр айтқайлар. Екінші смайликте өзінің ойланып, менің ойымша деп өзінің ойын көзқарасын көрсетейін деп тұрған секілді. Үшіншіде не істеп тұр? Ашуланып тұр. Ренжіп тұр, біреуге. Қап, мынаны ма деп.
Енді қараңдаршы балалар, яғни арман деп өзіне шақыру арқылы бұл қаратпа сөзді пайдаланып тұр, иә? Ал екіншісін айтып тұрғасында, өзінің ойын бір көзқарасымды білдіргім келеді деп, менің ойымша деген қандай сөз болады? Қыстырма сөз. Енді мына жердегі смайлик қап мынаны деп өзінің көңіл күй эмоциясын білдіргісі келіп, ол одағай сөзді қолданады. Біз одағай сөздің 3 түрі бар екен білеміз. Қандай еді? Қандай айтады? Шақыру одағай, көлік одағай, және жеті одағай. Дұрыс айтасыз, өте тамаша. Олай болса, бұл қыстырма сөзді, одағай сөз, қаратпа сөздерді біз қандай сөздер деп айтамыз? Оқшау сөздер. Енді оқшау дегеннің өзі қандай мағынаны береді? Айтып көріңізші. Мысалы, оқшау тұр. Алшақ, ерекше тұр деген, оқшау дегеннің өзінде де көп синоним бар екен. Оқшау сөздер дегеніміз сонда сөйлемдегі ойға тікелей қатысты сөйлем мүшесі болмайтын сөздер екен. Жақсы. Енді балалар, міне оқшау сөздер 3-ке бөлінеді дедік. Яғни сөйлемдегі басқа сөздермен синтаксистік байланысқа түспей, дауыс ырғақ арқылы ерекшеленетін сөздер мен сөз тіркесі. Бірінші ол қаратпа сөздер. Мысалы, жолдастар, майданда біздің әскерлер жан аямай соғысуда. Осы жерде қаратпа сөз қайсысы? Жолдастар. Жолдастар дегеннен қандай белгі бар? Үтірі бар. Бұл сөйлеуші, тыңдаушының назарын өзіне қаратушы қолданылып тұрған сөз. Екінші бізде қыстырма сөздер. Қыстырма сөздер күмәнділікті, сенетіндікті, өкінішті, ренішті, сондай-ақ ойдың кімнің тарапынан екендігін білдіру үшін қолданады. Мысалы қараңдар, демек біз жеңеміз. Демек деген не істеп тұр? Қыстырма сөз. Одан кейін қандай тыныс белгі? Үтір қойылып тұр. Келесі бізде үшінші одағай сөздер. Одағай сөздер кісінің сезімін, көңіл күйін білдіру қажет болғанда қолданылады. Мысалы, алақай, біз жалпы жеттік. Дұрыс айтасыңдар, көңіл күй қуанышты білдіріп тұр. Бұның барлығын біз оқшау сөздер деп атаймыз. Енді балалар, оқшау сөздердің өзінің белгілі тыныс белгілері бар. Бұлар сөйлемші қызметін атқара алмайды. Өзге сөздермен байланысты сөйлем ішінде жеке тұрады және тыныс белгісі арқылы дұрыс айтасың, ажыратылады екен. Жақсы, түсініп алдық қой, оқшау сөздердің не екенін біліп алдық. Олай болса, бізде қазір оқылымды тапсырмасын ашайық. Оқылым тапсырмасы бірінші тапсырма. Оқылым тапсырмасында қазір топқа сіңдерге бірінші топ мәтінді жасыны оқып аламыз. 3 абзац бар. Бірінші абзацы бейбітшілік тобы, екінші абзацы майдан тобы, үшінші абзацы жарқын болашақ тобы. Мынау тұрған зара диаграмма бойынша ал оқи береміз. Екінші топ сіздерге ақпаратты сүзу әдісі, үшінші топ сіздерге төр-ром әдісі. Келіп, мына жерге көребек қойса жазыңдар. Бір адамға ғана қарап қалмасын, бірінші оқып алыңдар. Оқып алдық па? Үшінші абзац. Сіздерге екінші абзац, сіздерге бірінші абзац. Оқия болып боламыз. Сіздер көмек беріп отырмыз. Көмек беріп отырмыз. Жазайық. Келім абзац жазасыңдар. Енді төрт ром әдіс алған балалар, сіздер ең маңызды ақпарат жазамыз. Түсіндір ме? Және маңызды элемент жазамыз. Және жеткілікті түрде маңызды ақпарат. Егер жоқ болса ақпарат, онда төртіншіге маңызы азырақ болса, онда жазбасаңыздар да болады. Өйткені маңызы азырақ ақпарат жоқ болуы да мүмкін мәтінде. Жарай ма? Жазамыз. Сіздер сөз тіркестен жазайсыңыздар болады. Азырақ сөздер, маңызды азырақ сөздер. Оқшау сөздерді де қолдансаңыздар болады, балалардың қолдануға болады. Оқшау сөздерді келтірсеңіздер болады, егер сөйлем ішіне кіргізуге болады.
қалды. Al bunday qo'ying. Bunday. Aytaylik, o'qiyman. Tinish. Отаншылық кешкендер. Сол соғыс кезіндегі қазақ жылдарында халық өзінің отанға деген патриоттық сезімдерін білдірді. Дұрыс. Бесінші нәтижелесер үшінші тоқырады қазақ кеңес одағының батыры атағын алды. Қазақстанға кеңес одағының басшылары арасында дивизияға дейінгі әскери атағы бар адамдардан қатысты. Жақсы. Дулат Талғат Бейбеков, Мәлік Ғабдуллин, Нұркен Әбдіров, Мәншік Мәметова, Әлия Молданова. Өте тамаша, иә? Жақсы, жарайсыңдар. Так, екінші топ. Мәскеу қаласына қабыл жасады. Иван Панфиловтың басқаруындағы 316 атқыштар жіберілді. Жақсы, тамаша. Жолын разъезінің түбінде 28 панфиловшылар қасып қана қалғанша соғысты. Жақсы. Үшінші топ. Келе қойыңдар. Алыстағы ауыл тұрғындары алқаптарда, зауыттарда еңбек етті. Дұрыс. Жақсы. Жылдағы еңбек еткен қарттар, әйелдерсіз, балаларсыз біз жеңіс күнін елестету мүмкін емес болды. Қазақтар миллиондаған босқындарға өзінің бауырларындай мейірімді бола білді. Өте жақсы. Не жеткілікті түрде маңызды ақпарат, иә? Бұл жақсы. Үш топта жақсы орындар, иә? Сөзге байланысты Умео платформасы бойынша мен оқып берейін, иә? Әрине, меніңше әуелі сөйтіп шынында кім шығады? Сәйкестендірейік. Әрине, меніңше әуелі сөйтіп шынында. Сәйкестендірейікші. Асып керейік. Әрине, меніңше мынаны апарамыз. Қайсы? Қыстырма ма? Қыстырмаға апар. Дұрыс па? Осы құлақтар. Жақсы, келесі. Қарағым, балам, айналайын қалайық. Қаратпа сөздер, е? Жақсы. Абайықтар, дұрыс па, бұрыс па? Өте тамаша. Келесі үшіншісі кем, жаңада. Үшіншісі, қандай сөз болады сонда? Одағай. Пәлі шіркін одағай деген, ол да одағай сөздер. Дұрыс па? Тексеретін болсақ, егер қозғалмаса, онда дұрыс деген сөздер. Жақсы. Келесі тапсырманы орындайық. Бұл жерде қазір сендер орнына қою керекпіз, иә? Яғни бүгінгі оқшау сөздерге байланысты, яғни қаратпа сөздер бар ма? Қандай сөздер бар, соны апарып, мынау кестенің ішіне салу керекпіз, иә? Ал. Кім шыққысы келеді? Бірінші. Кім айтады? Ал, тудымында келеміз. Енді? Бөленіп шарма алынды. Ал тексеріп көрейік, дұрыс па қате ма? Дұрыс па? Шығу керекпіз. Мына жерде сөйлемдердің тыныс белгі қойылмаған. Бірінші топ, дәптерге жазамыз бәрін. Бірінші топ, екінші топтың сөйлемдер, үшінші топ. Бірінші сөйлем жазып, тақтаға орындайсың сен. Мына қатардан, так, екінші қатардан, келе ғой, біләз. Келе ғой. Үшінші қатардан, кім шығады? Төребек келе ғой. Төребек, бірінші сөйлемді көшіп жазасың. Орнымыздан қалғанымыз орындаймыз. Жақсы. Яғни ойбай деген қандай сөзге жатады? Оқшау сөздің қайсысы? Одағай. Көңіл-күй одағай. Жақсы. Бірін аз оқып. Ал Ал, құрметті, мына жерде тұр керек па? Жоқ. Темір аға деп не істеп тұр? Жарайсың. Балалар, тұстырмасың. Өтір болады, е? Жақсы. Осылай жазықпай барымыз, тексеріп шығыңдар, дәптерлеріңді. Тексеріп шыға қойыңдар. Келесі тапсырмаға көшейік, е? Келесі тапсырма қандай шығармадан алынған балалар? Енді мына сурет дұрыс қойылған
Qani? Ikkovini o'rniga yozibdir. Durustmi? Durust. Olay bo'lsa, birinchi to'p bebishlik to'pi. O'zi surat bo'yicha darslar ne yozib chiqamiz? Qisqacha matn yozib chiqamiz. Buning ichida bugungi savolingizga baylanib o'xshash so'zlar bo'ladi. Ikkinchi to'p sizlarga, uchinchi to'p sizlarga. Endi o'zi ham birinchi biz yozmasdan burun taqib qo'yib kerakmiz. Ana qaysi o'zini taqib qo'yasiz. Barimiz daftarga o'rindiqqa 3 minut vaqt beradi. Keyin deganda 5 so'ylab, 5 so'ylamdan ortiq yozmay qo'yingizlar, ya. 5 so'ylab. Taqib qo'yingizlar. Al. Yaxshi, ballarning to'g'ri tinday beramiz. Al. Al ballarni. O'zi ananing akasi ketgandan keyin, akasi biroz vaqtdan keyin qaytib kelib, Jamol meni Serikben qo'shlasadi. O'sha vaqt aralığında Jamolga Serikni bari tashlab, o'sha avulga qaytinglar deb aytadi. Sol jaqdagi odamlarga ag'ay do'stim barilana salom aytdilar. Сөйтіп Jamol da оны qo'shlab, Serik ikkovi жаңағы akasiмен qo'shlasib, Serik ikkovi tezroq жиналып, o'sha эшелонga qaray yo'l tortadi. O'sha эшелонga qaray yo'l tortmas burun Serik anasiga so'rab qo'yadi. Mama, papa, akim endi qaytib keladimi deb. Сол кезде anasi, "Ya, әрине балам, amon bo'lsa qaytib keladi" deb balasini жұбатты. Және содан кейін эшелонға қарай жол тартты. Өте тамаша. Қолданды я o'xshab so'zlarni ballar. Қолданды, жақсы. Бұл жерде әкесі 2 минутқа келіп қоштасып болғаннан кейін Жамалдың ойына жаман ойлар келеді. Неге ойлайды, бұл баланың қазір өлімі бола ма, жоқ па деп. Сол кезде ол өзіне сұрақ қойып бастайды. Неге бұл баланы біз ауылдан алып келдік? Апасының қолында қала бермейді ма деген ой туады, деп ой туады. Сол кезде Жамал олардың үйлері шекарадан 40 километрге орналасқан еді. Фашистер өтіп олардың үйлеріне 1-2 сағатта жетуі мүмкін. Сондықтан олар Жамалдың ауылына кетпекші болды. Өте жақсы. Отырамын. Ал, мына топтың бәрі. Бәріміз тыңдайық. Гүлназым тобы. Тақырыбы майыр Мергенбаевтың майданға шақыруы. Жақсы. Шырт ұйқыда жатқан Серік үстел үстінде шырылдаған телефонның дыбысынан оянып кетеді. Кішкене бұрылып басын көтеріп қараса, әкесі телефонды қолына тосып тұр екен. Серік әкесінің даусынан, "Я, тыңдап тұрған майыр Мергенбаев, қазір жетемін" деген сөздерді естіді. Сөйтіп Жамал орнынан тұрып, "Жомартжан, не болып қалды?" дейді. Жақсы. Жалғастыратын бар ма? Ой қойсам, ой қойсам, осы суретке дейін бар ма? Айтау. Жомартжан, не болып қалды? Аман ба деді. Жоқ, біздің полисте дабыл дауысы соғылғалы 5 минут өтіп кетті. Фашистер біздің қаланы басып алды. Жақсы, Гүлназ. Қаратпа сөздер кірісіп отырсыңдар. Өте тамаша болды. Үшінші, жарқын болашақ. Ерей. Біз эшелонның өртену деген тақырып қойдық. Эшелонның өртенуі жақсы. Эшелон жол-жөнекей жиі тоқтап шабуылдардан қорғанып келеді. Бұл эшелондағы адамдардың көбі жаралы болды. Эшелондағылар қауіпті сезгенде есіктен сығалауда. Bir кезде самолет моторларының гуілі естілді. Сол кезде эшелон тоқтай қалды. Далада жер төңкеріп жатқандай, дала шуылдай бастады. Сол кезде бірнеше бомба лақтырылды. Bir кезде вагоннан тез шығыңдар, эшелон өртеніп жатыр. Жақсы, жалғастыратындар ма? Төребек айтыңыз. Bir сәтте ащы еркектің даусы шықты. Ол эшелон өртеніп жатыр, қашыңдар деді. Есіктің алдында қарбалыс барлығы қарғып түсіп жатыр. Жамал да Серіктің қолын ұстап олар да эшелоннан секірді. Бірақ алысқа ұзап үлгермеді. Қашып жатқан адамдарға атқан фашистердің ұшағының оқтары Жамал мен Серікке де келді. Жамал Серікті өзінің бүйрегіне басып, оны қорғай жөнелді. Бірақ та самолеттан келген оқ Жамалға тиген еді. Жақсы бала, ойларын түсіндім. Өте жақсы орындарыңыздар. Енді келесі тапсырма бізде Нұрсұлу программасы бойынша қазір тез жауап беріп көрейік, я балалар. Қай сұрақты аламыз? Тез жауап береміз. Төрт. Бейнелеу сөзге мысал келтіреміз. Бейнелеу сөзге ана бала құрбан етіп келеді. Жақсы. Бар ма тағы? Мысал келтіріп. Айша. Жалп етіп құлады. Оқшау сөздер қызметіне қарай нешеге бөледі бүгінгі сабағымыз? Оқшау сөздер, нешеге бөледі?
бөлінеді? Үшке бөлінеді. Үшке, қандай? Жаратма. Сырма. Так, 5-ші сұраққа. Шылаудың қанша түрі бар? Бағана айттым басында. Қанша? Ладно. 3 түрі бар. Атайын. Теңеулік, теңеулік, және жалғаулық. Өте тамаша. Жақсы. Смарт сағат әдісі арқылы бағаларын айтыңдар. 10 балл, 9, Ләйла 8. Жанайдар неге 8? Мен 9 берем Жанайдарға. Өте жақсы. Асыл керек? 9, жақсы. Бесен? Мереге 10 берер едім. Сүребекке 10 берер едім. Кәусарға 9 берер едім. Ал мен енді топпен сендер бағаланып кеттім. Бірінші топ шіркін-ай деген менде өзімде бір ұсыныс болып тұр. Екінші топта майдан тобы бәрекелді деп өзім баға берем. Сіздерге де бәрекелді деп берем, жақсы баға. Енді рефлексия. Білдік, білемін, білгім келеді. Болашақта білгілерің келе ма? Әлі де болса, оқшау сөздер туралы болсын. Немесе жаңағы бүгінгі өткеніміздің сөздер туралы таңдап. Жақсы. Білдіңдер, иә? Не білдіңдер? Жақсы. Өте тамаша балалар. Олай болса, үйге тапсырма, соңғы 5-ші тапсырма оқулықтағы. Рахмет сіздерге. Міне, сен маған, мен саған әдісі арқылы газет журналдар мен ғаламторды пайдаланып, еліміз үшін жан аямаған ардақты азаматтар туралы мәлімет жинаймыз, оқша сөздерді кірістіріп, бірнеше сөйлем жазамыз.